Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Бұл салатты қысқаға жауып тастасаңыз да болады банкіге, немесе күнделікті жеуге дайындасаңыз да болады. Өте дәмді болып шығатын салат. Салатымызға қажетті заттар: баклажан, помидор, пияз және де сәбіз, тәтті болгар бұрышы, чеснок, чили бұрышының жартысы қажет болады. Және де 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқаны табақшаға жарып, баклажанымызды сол жұмыртқаға араластырып аламыз. Қазанымызға зәйтүн майын құйып, баклажанымызды қызып тұрған майға әбден қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған баклажанымызды майдан сүзіп алып, басқа ыдысқа салып қоямыз. Жаңағы баклажанымызды қуырған майға пиязымызды салып қуырып аламыз. Егер майыңыз көп болып кетіп жатса, құйып алуыңызға болады. Егер баклажанның майы күйіп кеткен болса, онда басқа май құйып қуырсаңыз да болады. Пиязымызды осылайша қуырып алғаннан кейін, бетіне сәбізімізді салып 5 минуттай қуырып аламыз. Содан соң сәбізіміздің үстіне тәтті болгар бұрышын салып, араластырып қуырып аламыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырып қуырып алғаннан кейін, чеснок пен қызыл чили бұрышты салып араластырамыз. Мінекей көкөністеріміздің барлығы жақсылап тұрып әдемі болып қуырылды. Енді бетіне помидорымызды салып, суы шыққан шейін жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қант және де қара бұрыш себеміз. Мінекей осылай барлық дәмдеуіштерді салып араластырып болғаннан соң, жаңағы майға қуырылған баклажанымызды бетіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан соң, бетін жауып, жай отта 20 минуттай пісіреміз. Мінекей осылай біздің салатымыз дайын болды. Бұл салаттың дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.